Сәлем оқушылар, бүгін бізде 8-ші сыныптың көп таңбалы сандардың моделі сандар тізбегі жануарлар ілімі. Сабағымызды бастамас бұрын каналға тіркеліп кетіңіздер. Так, біріншісі бізде 5.000 шығады. Екіншісі бізде 45.000. Одан кейін бізде 345.000, 345.000. Одан кейін 300.000. Одан кейін 205.000. Одан кейін бізде 670.000. Келесі тапсырма. Так, оқы түсіндір есепте 300.000-ға 200.000-ді қоссақ 500.000. 350 қосылған 210, 560.000. 2-ін қоссақ 27.000. 2-ін қоссақ 953.000. 3-ін қосатын болсақ 695.200. 470.000, 475.000. 19.305. 810.400. 67.080. Келесі тапсырма. Келесі тапсырма сандардың моделін үлгі бойынша салып көрсет. 530.000. Яғни, қараңыздар, мынандай не сызатын болсақ, былай. Мынау жүздіктер, ондықтар, бірліктер. Мынау да жүздіктер, ондықтар, бірліктер. 530.000 болса, не? Мынадан 5, мынадан 5-еу. 5-еу. Мынадан 30, мынадан 0. Қалғандар 0. Келесі, тағы сондай болатын болса, қараңыздар, мынаған көрсете берейінші. Мынадан 345.000 болса, мынадан 3-еуі, мынадан 4-еуі, мынадан жоқ, қайттан бастан жазайын. 345.000 болса, мынадан 3-еуі, мынадан 4-еуі, мынадан 5-еуі, 345.000 болады. Келесі, 203.000 болса, мынадан 2-еуі, мынау керек емес, 3-еуі болды. 200, жоқ, міне, мынадан 2-еуі, мынадан 2-еуі, мынадан керек емес, мынадан 3-еуі, 203.000 деген бұл. Так, келесі тапсырма. Сандарды салыстыр, тура теңдікті дәптеріңе жаз. Мынау үлкен болады, тең болады. Мынау сол жағындағысы үлкен. Мынау бізде разрядтық қосылғыштар түрінде жаз десе 400.000 қосылған 70.000. Мынау 953.000 деген сөз, мыңдықтар. Келесі. Так, 8 түртім 32, 12-на 2 бөлсем 6, 9 түртім 36, 4 болады, 28, 18, 29. Енді бір-бірімен салыстырайық дейді. 32, мысалы 36 қайсы үлкен болады? 36 үлкен. Одан кейін бізде 6 мен 4 салыстырайық, 6 үлкен. 28 мен 9 салыстырсақ, 28 үлкен. Келесі. Сенің алдында 3 жұмбақ хат тұр, оларды көшіріп жазу ретінде әрқайсысынан сандар жоғалып кеткен. Әр хаттағы сандардың орналастыру заңдылықтарын тауып, жоғалған сандарды ата дейді. Қараңыздар, 2, 4, 6, 10. 2-ге 2-ні қосып отырмыз, 4 болады, 4-ге 2-ні қосып отырмыз, 6 болады. 6-ға 2-ні қоссақ, 8, 8-ге 2-ні қоссақ, 10. 360, 320, 240, 200. 360-тан 40-ты азайтсақ 320, 320-дан 40-ты азайтсақ 280, 280 40-ты азайтсақ 240, 240-тан 40-ты азайтсақ 200. Келесі, 111, 222, 333, 444 болады. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса лайк басып кетіңіздер, және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Күнде сабақ шығаратын боламын.